Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында қытырлақ чипсы жасайтын боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Лавашымызды алып, осылай сопақша етіп, біркелкі етіп турап аламыз. Енді түк төртбұрышты етіп, майда етіп, осылай біркелкі етіп турап шығамыз. Дайын болған лавашымыздың үстіне өзіміздің қалауымызша дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз, паприка және қара бұрыш қостым. Куркума қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте 2 ас қасық сұйық май немесе оливковое масло құямыз. Жақсылап бір-біріне сіңгенше араластырып аламыз. Дайын болған лавашымызды противенімізге саламыз, арасын ашып, бір тегіс етіп салып шығамыз. Екі 200 градус қызып тұрған пешімізге 5 минутқа салып аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Егер де пештеріңіз қатты ыситын болса, 180 градусқа қойсаңыздар да болады. 5 минутта мінекей осылай қытырлақ нанымыз чипсыға айналады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде балапандарыңызға жасап беріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.